Құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі түсірілімдерде жазғы бау-бақшаларымыз бітті. Ендігі кезекте қысқы бау-бақшамызға кезек береміз. Алдарыңызда көріп тұрсаңыздар, міне кішкене ғана, шағын ғана шөпте тұратын, яғни огородтарымыз тұратын жер жасап қойдым. Бұл жерде мен көріп тұрсаңыздар, огород дейтінде ол жерде қияр, қызанақ сияқтылар болмайды, тек қана көбінесе шөптесін өсімдіктер. Соның бірі әрине біріншісінен бұл мията. Так, мына қалың хулин жапырақтары мията. Қазіргі кезде далада болса, осылай отырғызып қойсаңыздар болады. Мен даладан алып отырғыздым. Қазіргі кезде міне енді ғана жапырақтары шығып жатыр. Одан кейін мелиса білесіздер, былтырғы кезде менде былтырғы мелиссам үсіп кеткен болатын. Яғни бұл қысқа шыдамсыз екен. Соны білдім. Сол себептен мен кішкентайын үйге алып келген болатын. Міне екі жапырақ шығып жатыр. Яғни бұл уже алып кетті деген сөз. Лимонный өте күшті жақсы көрем. Так, және де базилик. Бұл кәдімгі базилик, ешқандай өзінің иісі жоқ. Кәдімгі қарапайым фиолетовый түсті, күлгін түсті базилик. Бұның бір жапырағын өзі, иісінің өзі күшті, керемет. Бұны да даладан қазып алып отырғызған болатынмын. Міне алып кеткен жапырағы. Так, одан кейін қазір көрсетейін. Бұл жерде енді білмеймін, экспериментке алдым. Мынау кәдімгі пияз, лук-шнит деп аталады, кішкентай ғана істептім. Сосын мынау кинза. Кинзада базилик сияқты өте резкі иісі бар, бірақ та иісі бар. Бұл жерде петрушка сияқты, бірақ та бұны да қолдануға болады. Әлде далада өте көп деуді, мен шамалы алып келгенмін. Пока жарайша деп ойлап тұрмын. Енді ажандағы фиалка, оны білесіздер, ауырыңқырап тұр. Және де міне қарап тұрсаңыздар, мынандай ыдыстар алдым. Бұл неге, яғни мынаны көріп тұрсаңыздар, мына өте әдемі емес қой. Сол себептен осындай ыдыс алдым, керек тауып. Және де міне көріп тұрсаңыздар, тағы да тұқымдар алған болатынмын. Бұлардың ішінде бірінші еккендерім де бар, бұрын екпегендерім де бар. Соның бірін сіздерге таныстыра кетейін. Мынандай мен гүлді еккен болатынмын, өкінішке алдында суға шыдамсыз екен. Үй гүлі, атын білмеймін, шығуын шықты, бірақ та суға өліп қалды. Енді қайттан қалған еген деп тұрмын. Тоже лимонный иіс шығып тұрады. Лимонный, в общем, тал сияқты, в общем, үй гүлі. Енді укропты бәріміз білеміз, кәдімгі укроп. Укропты даладай болмайды, бірақ та тамақтарға кішкене иісі де ондай керемет болмайды, бірақ тамақтардың үстіне әдемкі салаттарға әдемілекке егуге болады. Және де бір жақсы жері бұның түрін алдым. Ешқашан гүлдемейтін түрі мынау. Көріп тұрсаңыздар, міне гүлдемейтін түрін алған болатынмын. Русский огородтікі. Көреміз енді. Яғни осындай мынандай бір ыдысқа егетін боламын. Так, келесі бұл енді бірінші деген деп тұрмын. Бұны білмеймін әзірге. Стевия деп аталады. Сахарок, яғни бұл мысалы диабетпен ауырған адамдарға өте керемет екен. Яғни шекерді қолдамай, қантты, кейбірде қант, шекер деп айтады. Сол шекерді қолдана алмаған адамдарға осының жапырағын қолдансаңыздар болады екен. Яғни жаңағыдай жапырағын алып та қолдануға болады, немесе кептіріп шекерін одан салсаңыздар, яғни шөбі тәтті дейді. Білмеймін, енді бұнда егіп көретін боламыз. Так, бағасы 250 теңге дейді. 16-18, яғни 16-18 болса 2 аптада шығады деген. Енді үй жағдайында кішкене көбірек шығатын болар. Натуральный заменитель сахара дейді. Яғни ешқандай противопоказания жоқ. Яғни ешкімге, тек диабеттерге өте керемет дейді. Диабет болмай-ақ, бұлай обычный адамдарға да қолдануға болады екен. Вареньяларға да қосуға болады. Бізге шамалы ғой. Шайға қосып ішсек жайды деп ойлап отырмын. Шықса егер. Так, келесі салатты бәріміз білеміз, кәдімгі салат. Бутерброд деп атайтып тұрғанда, яғни біз қыстың күндері гамбургер жасаған кездерде осы салатты алмаймыз. Сол кезде осындай салатты алған болатынмын. 20-30 күнде піседі дегенге, мен көбінесе 1-2-3 ексем болады. Себебі тығыз болса, жапырақ өте ұсақ болады. Сол себептен арасын ашыңқырап 2-3 еккен дұрыс. Бұны да айта кетейін, яғни біреуіне
тығыз қылып өсіп, сосын басқа мындай бөлек-бөлек ыдысқа отырғызсаңыздар, сондай өте үлкен болады, жақсы керемет болады. Енді соңғысы мына жерде енді базилик тоже овощной дейді. Базилик тоже, бірақ бұл мына базиликтен айырмашылығы лимон жазылып тұр. Лимонный аромат. Мен айттым ғой, лимон қосылған нәрсенің барлығын жақсы көремін, сол себептен осы базиликті де әрең тауып алдым. Кәдімгідей шайға қоссаңыздар, лимонның иісі шығады дейді. Енді мелисадан көрі негізі осы базиликті өсіру өте оңай, сол себептен базиликтің осы лимонның ароматын тауып алып егіп көрдім. Бұл жерде 60-70, яғни бір айда, бұл уже бір ай емес 2 айда гүлдеп бастайды дейді. Маған гүлдеген керек емес, гүлдеген алып тастап отырамын ғой. Ең бастысы жапырағы, сол себептен бұнда егіп сіздермен бірге егіп көрсететін боламын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Бұйыртса қысқы жаңа бау-бақшамен, огородымен таныстыратын боламын.